Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге басқа мектепке ауысқан оқушыны күнделіктен қалай шығару керек екендігін көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен өзіңіздің логин пароліңізбен күнделік кезетке кіресіздер. Осы жерде жоғары жақта жұмыс үстелі деген батырманың үстінен басамыз. Сыныптар деген батырманы басамыз. Өзіміздің сыныбымызды таңдаймыз. Оқушылар деген батырманы басуымыз қажет болады. Осы оқушылар тінен оқушы кетті, сол оқушының фамилиясын тауып аламыз. Ол кілт батырмасын басамыз. Осы жерде мектептен шығару деген бар. Осы батырманы басамыз. Егер сіз нақты осы мектептен шығарғыңыз келетін болса, бұйрық бойынша онда нақты дегенді басасыз. Егер сіз қателесіп оқушыны күнделікке қосып қойған болсаңыз, қате салдарынан деп оқушыны мектептен шығарсаңыз болады. Нақты бұйрық бойынша шығатын болса, міне бұйрықты басамыз және мүшеліктің аяқталу күні қай күннен бастап оқушы кетті, соны көрсетуіміз қажет болады. Мысалы, біздің жағдайымызда 12 қазаннан бастап оқушы басқа білім мекемесіне ауысты. Яғни осы жерде бірінші тұрған басқа күндізгі жалпы білім беру мекемесіне ауыстыру туралы бұйрық номерін көрсетуіміз қажет болады. Бұйрық қай күні шықты, сол күнді біз осы жерге жазатын боламыз. Біздің жағдайымызда 12 қазаннан бастап ауысты. Бұйрықтың типі бізде білім мекемесінен шығару туралы бұйрық, әрі қарай деген. Осы жазылған материалдардың барлығы дұрыстығына келісетін болсаңыз, иә, шығару деген батырма. Міне біздің оқушымыз сәтті нөл кезеттен шығарылды. Осылайша өздеріңіздің оқушыларыңызды нөл кезеттен шығарсаңыздар болады. Осыдан кейінгі видеода мен сіздерге жаңадан келген оқушыны күнделік кезетке қалай қосу керек екендігін көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет.